Мен және көптеген қазақтар Асу сені оңай күрестен жеңіп кетеді деп сенеміз. Бізге не деп жауап бере аласың? Көреміз, бауырым. Асу мені қалай күрестен жеңетінін білмеймін. Күресу әдісіміз әртүрлі. Сендер еркін грек-рим күресімен көбірек қолданасыңдар. Сенің инстаграмың қауіпті аймақта. Комментарийларды қазақтың туымен толтырып тастаймыз. Осындай қолдауға қалай қарайсың? Жеңілетін болсаң қалай жеңілгің келеді? Мен жеңілгім келмейді, бауырым. Мен UFC-де Асуды жеңген екінші адам болғым келеді. Қазақстан сөзін естігенде еңбекқор адамдар келеді бірінші ойға. Достар, біздің Асу Алмабаевқа вызов тастаған ең жеңіл салмақтың бұрынғы чемпиондық титулына үміткер болған. Әзіргі рейтингте Асудан бір саты жоғары 8-ші орында тұрған Алекс Перезден сұхбат алған болатынбыз. Ол бізге неге Асуды таңдағанын, біздің қазақтар жайлы не ойлайтынын, Асумен қашан шыққысы келетінін, онымен қоса Азат Максум жайлы да айтып кетті. Бұл сұхбат қызық өтті, сұрақтар да қызық болды. Ең соңына қарай қосымша бонус та бар. Сондықтан бейнені соңына дейін қараңыздар. Сіздермен бірге Сол ID арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Тіркелуді ұмытпаңыздар, біз бастаймыз. UFC Fight Night 22 қарашада Катарда өтеді. Мейн-ивентте Шавкат Рахмонов Шон Брэдимен, ал ко-мейн-ивентте Алекс Перес Асу Алмабаевпен шығады. Егер бұндай карт болса, бұған көзқарасың қандай? Мен ойланбастан келсер едім. Әлбетте, біз барлық мүмкіндікті айтуымыз керек. Себебі бәрі мүмкін, мен сенімді емеспін. Олардың ойлары қандай болатынына әлі ойланып көру керек. Бұндай картта төбелесу маған ұнайды. Мен әлемді шарлағанды ұнатамын. Бірақ мен өз басым Вегасте төбелескім келеді. Себебі ол жақта көптеген медиа назар аударады. Бәрі үшін бұл үлкен платформа. UFC сол жерде орналасқан. Мені шындайтын жерде шайқасқым келеді. Вегас сондай жердің бірі. UFC жылдың соңына қызық бір нәрсе дайындап жатыр. T-Mobile аренада pay-per-view'ді сатып шыққым келеді. Осы жылдың соңы немесе қараша керемет болар еді. UFC-де бірнеше жекпе-жегі бар сол уақытқа, қарашада. Осы жерде сен медиа жағынан дами аласың, сол үшін мен Вегасты болса екен деп үміттенемін. Түсіндім. Мүмкін естіген боларсың, біздің қазақ жанкүйерлер ММА-да өте мықты. Сенің инстаграмың қауіпті аймақта. Комментарийларды қазақтың туымен толтырып тастаймыз. Осындай қолдауға қалай қарайсың? Маған бұл ұнайды, мен бұл жерде ұзақ жүрмін. Жанкүйерлер осылай қолдайтын жекпе-жектерді ұнатамын. Өздерінің жерлестерін қолдауың керек. Тек бір ұнатпайтыным бар, барлығын құрметтеймін, қолдаулары жақсы, бірақ менің балам жайлы жаман нәрселер айтқаны ұнамайды. Мен баламмен суретті салдым инстаграмға, ал олар түрлі боқтық жазды сол жерге. Осы сәтті қолданып айтқым келіп тұр. Осы Алекс Перездің инстаграм аккаунты осы бейненің төменгі жағында сілтемесі болады. Сол сілтемеден өтіп комментарияға қолдау жазып, ағылшынша only respect деп қолдау көрсетіп жазып жіберсеңіздер, баласы жайлы боқтық нәрсе жазғаны мүлде дұрыс емес. Өз елімізді тек жақсы жағынан көрсетейік. Мен жайлы не айтсан айта бер, маған бәрібір, бірақ баламмен суретті салғанға боқтық жазуын білмедім, бауырым. Туды толтырып салғандарға қарсы емеспін, жерлестерінді қолдап жатсындар, бірақ балама боқтық жазғандарын мені ызаландырады. Бұл құрметсіздік. Және бұл барлығы сондай емес екенін білемін. Туды өлтіріп қойғандарға мүлде қарсы емеспін. Жігіттерінді қолдап жатсындар, бұл керемет. Маған бұндай қолдау ұнайды. Мен де өз жерлесім үшін дәл солай істер едім. Мен қарсы емеспін, мен бәріне құрметпен қараймын, медиаға барып, боқтықты да көп айта бермеймін. Менің балам бар, мен қарсы емеспін қолдауға, бірақ барлығы құрметпен бұны көрсетеді деп үміттенемін. Балана боқтық жазғаны бұл өте жаман. Тек қана құрметпен көрсету керек, келісемін. Мен сенің соңғы жекпе-жегіңді көрдім. Тізеден ауыр жарақат алған едің. Одан кейін 2 тамызда Стив Эрцегпен айқасуың керек болған, бірақ жарақат үшін шыға алмадың. Қазір жарақатын толық жазылды ма? Асумен жекпе-жекте тағы да сондай жағдай қайталанбай ма? Бәрі толық жазылды. Жаттығуымды бастадым. Бәрі керемет өтуде. Аздаған жарамды емдеймін. Бұл спорт аямайды, білесің ғой. Барлығы жазылып, әзір тазамын. Дүйсенбіде жаттығуымды бастаймын.
Мен қараша айын көздеп тұрмын, 11 апта бар бүгіннен бастап. Асу болса керемет болар еді. Ол болмаса басқасымен шығамын. Мен онымен шыққым келетін себебім бұл қызық жекпе-жек. Екеуміз де күресеміз, греплерміз. Сол үшін біз барымызды салып жанкүйерлер үшін төбелесеміз. Иә, керемет. Сен негізгі базаң күрес, бірақ UFC-де көбінесе стойкада төбелесесің. Ал біздің асу таза күреседі. Мен және көптеген қазақтар асу сені оңай күрестен жеңіп кетеді деп сенеміз. Бізге не деп жауап бере аласың? Көреміз, бауырым. Американдық күрес әлемдегі ең мықты күрес. Мен өмір бойы күреспен айналыстым. Әзірде күресіп жүрмін. Мен Каймен төбелестім, ол мықты күреседі, бірақ ол маған ештеңе істей алмады. Бірнеше тейкдаун жасады болғаны. Ол әрдайым қызық, түсінесің бе? Кім жеңетіні белгісіз. Мен мықты күресетінімді білемін. Асу мені қалай күрестен жеңетінін білмеймін. Күресу әдісіміз әртүрлі. Сендер еркін грек-рим күресімен көбірек қолданасыңдар. Біз соған назар аударамыз. Барлығын назарда ұстаймыз. Оған қоса жақсы қорғанамын. Бұл өте қызықты жекпе-жек. Ол жайлы білмеймін қалай ойлайтынын, бірақ мен үшін бұл өте қызықты жекпе-жек. Мақұл, керемет. Сенің салмағында тағы бір қазақ бар, ол Азат Максум. Ол қазан айында Мечрапосымен жекпе-жекке шығады. Бұл жауынгерді білесің бе? Ол туралы не ойлайсың? Мен ол жайлы естідім, ол жақсы жауынгер. UFC-дегі барлық жауынгерлер керемет, әсіресе біздің дивизионда. Кейде 1 миллиметр рөл ойнап қалуы мүмкін. Сәттілік те маңызды белбеу үшін күресуге. Мысалға Джош Ванға қарасақ, аз уақытта жекпе-жекке шығып, әзір белбеуге үміткер. Біздің дивизион мықты жігіттерге толы. Бұл жақсы, әрине бәріміз мінсіз емеспіз. GSP секілді ешкім жоқ, Пантожадан басқасы. Бәрімізде қателіктер бар, кішігірім болса да, бұл ойында. Себебі біздің дивизион тартысқа толы. Иә, керемет. Енді біздің оқырмандар саған сұрақ қойғысы келеді. Оның бір сұрағы Марифжон Мамуржановтан. Не үшін бірден Асу Алмабаевты таңдадың? Басқа жауынгерлер жетерлік. Мен айтқанымдай, сен рейтингке қарасан, ол әзір төменде. Ол жақсы қарсыластармен шықты. Мен одан жоғары тұрмын. Мен жеңу үшін шығамын. Көп жігіттер рейтингте көтерілгісі келеді. 1 орын болсын, 5 орын болсын. Сол үшін мен онымен шыққым келеді. Ешқандай құрметсіздік жоқ. Ол өте жақсы әмбебап жауынгер. Менімше бұл қызықты жекпе-жек. Оны тек 2 жігіт қана жеңді. UFC-де тек 1 жігіт жеңді. Мен UFC-де Асуды жеңген екінші адам болғым келеді. Мені ынталандырады, түсінесің бе? Бұл жекпе-жек маған қатты ұнап тұр. Бұл сұрақ кішігірім дөрекі. Ол жастан, жеңілетін болсаң қалай жеңілгің келеді? Мен жеңілгім келмейді, бауырым. Біріншіден, сен мені тейкдаун жасай алатын дәрежеге шығуың керек. Ол әр жекпе-жек сайын тейкдаун жасайды. Ал егер ол мені құлата алса, ондай жерде мені ұстап тұра алмайды. Сондықтан мен өз жеңілісімді елестете алмаймын. Керемет. Енді соңғы сұрақ. Сен Қазақстан сөзін естіген кезде бірінші ойына не келеді? Немен ассоциация құрайсың? Мықты, керемет жігіттер. Айтқанымдай, мен бүкіл әлемдік күресті өмір бойы қарадым. Сендердің күрестерін мықты екенін білемін. Мықты жігіттерім бар. UFC-де білгенін істеп жүрген жігіттерге қараңдар. Бүкіл әлемде. Сендер расымен мықтысыңдар. Мен сендер жайлы ойлағанда, есімдерін, Қазақстан сөзін естігенде, еңбекқор адамдар келеді бірінші ойға. Біз мысалға Америкаға келіп ауыр жұмыс істейміз. Сендерде де сондай, жұмысты таңдамайсыңдар. Барлығы қолдарынан келеді. Армандарына жету үшін қорықпай алға басасыңдар. Айтқанымдай, мен сендердің елдеріңді қатты құрметтеймін. Ал енді қысқа сұрақтар, сен қысқа жауап қайтарсан да болады. UFC-де стойкада ең мықты кім? UFC-дегі ең мықты стойка, бауырым. Петр Ян. Ол үнемі мені таңғалдырады. Оның боксы, кикбоксы өте керемет. Мен сен өткен жылғы сұхбатыңды қараған едім. Сен ол жерде Макс Холлоуэй деп жауап бергенсің.
Иә, Макс Холлоуэй мықты, бірақ Петр Ян таза ударник. Қорғанысы жақсы. Макс керемет, ол бәрін жақсы жасайды, бірақ көп таяқ жейді. Ал Петр Ян соққыны аз өткізеді. Қорғанысы жақсы. Қолы үнемі жоғары тұрады. Бокстасудың кітабын оқығандай, қолы үнемі дұрыс жерде орналасқан. Сондықтан Петр Ян деп ойлаймын. Күрестен ең мықтысы кім? Кім бар мықты күрестен бұнда? Пантожа ең мықты күресетіндердің бірі. Мен онымен кездестім. Мықты күресетін жігіттер көп бұнда. Әлбетте бұл ислам. Мираб бар, керемет борец. Көп жігіттер бар, бірақ мен Пантожаны таңдаймын. Жауынгерлік IQ ең жоғары жауынгер. Бұл Джон Джонс. Джон Джонс па, түсінікті. Осымен бітті, бауырым. Сенің келгеніне көп алғыс айтамын. Біздің қазақ бауырлар сені қолдайды. Және біз сенің асумен жекпе-жегіңді асыға күтеміз. Рахмет, бауырым, мені шақырғанына алғыс айтамын. Менімен хабарласқанына рахмет. Мен көп сұхбат бере бермеймін. Ұнатпаймын, бірақ сен басқа елденсің, түсінесің бе? Қазақстаннан болғаннан кейін келістім. Бұл жақсы мүмкіндік мен үшін дедім. Жанкүйерлер бұл сұхбатты ұнатады деп сенемін. Тек құрметпен ғана, мен асу әлсіз қарсылас болған соң онымен шыққым келем деген пікір қате. Ол жақсы қарсылас. Соңғы жекпе-жегін жеңді. Мен ең мықты жігіттермен өзімді сынағым келеді. Ол тек 2 рет қана жеңілді. Мен 3-ші жігіт болғым келеді, оны жеңген. Асуға жеке ештеңке жоқ, оны UFC PI-да көрдім. Өте қарапайым жігіт. Оның және бапкерінің қолын алдым. Керемет адамдар, тек қана құрмет. Иә, мен де оқығаным бойынша асудың бапкері бұл жекпе-жекке қарсы емес, және де бұл жекпе-жек менің ойымша болайын деп тұр. Соған үміттенемін, брат. Бұл керемет болар еді. Сонымен, рахмет көп, брат. Уайымдама, бәрі жақсы, бауырым. Ал енді қосымша бонус. Асу Алмабаевтың бапкері Алекс Переспен шығуға қарсы емес екенін айтқан болатын. Соған Перестің ойын білетін боламыз. Сонымен жақсы жаңалықтан бастайын. Сен Асу Алмабаевтың бапкерінің сенің шақыруына не дегенін естідің бе? Жоқ, естімедім, ештеңке естімедім. Уақытым жетпей жатыр бәрін қарауға. Ол бұл жекпе-жекке қарсы емес екенін айтты, және дүйсенбіде асумен сөйлесіп, сенімен жекпе-жекке шығу туралы шешім қабылдайды деді. Оның сөзі Перес болса Перес. Енді сұрақ, сен неге дәл асуды таңдадың? Оны әлсіз деп ойлайсың ба? Менде бірнеше есімдер болған ойымда, 4-5 жігіт болды ойда. Бір жігітпен мен төбелескенмін. Асу қарашада немесе желтоқсанда дайын болатынын білемін. Сол үшін мен оны таңдадым. Мен Чарльз Джексонды білемін. Ол үнемі жерде төбелеседі, бірақ ол дайын болама білмеймін, оның баласы бар. Амирдің жарақаты бар, сондықтан асу ғана қалды топ 10-дықтың ішінде. Соңғы жекпе-жегінде жақсы көрінді. Иә, мен онымен төбелескім келеді. Ол мықты қарсылас деп ойлаймын. Тек 2 жігіт қана оны жеңді, сондықтан бұл мені қызықтырады. UFC-дің 1% ғана оны жеңді. Оған қоса ол менің бір досымды жеңді, сондықтан себеп көп онымен шығуға. Ол мықты күреседі, мен де күресте мықтымын, сондықтан екеумізден кім мықтырақ екенін шешейік. Сұхбат ұнады ма жоқ па, достар? Комментарияға өз ойларыңды қалдырып кетіңдер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі болып сұхбатқа кімді шақыру керек, оны да жазып кетіңдер. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Тағы да қош аман, сау болыңдар.